Алашқа сәлем, сендермен Тамерланс, және бұл сұрақ-жауап блогы. Бүгінгі сұрағымыз шашты әңгімесімен байланысты болады. Бұл сұрақты маған Инстаграмда да, Ютубта да қойған, және бүгін біз оған жауап береміз. Сұрағымыз осындай болады. Оқиға қай елді мекенде болған? То есть, где происходило событие? Жауабымызды видеоның астында көре аласыңдар, және жауабымыз осындай болады. Оқиға Түркменнің жерінде, яғни Түркменстанда болған. Егер бұл жауап сіздің апайыңызды қанағаттандырмаса, онда оқиға Атажан байдың ауылында болған деп айта аласыз. Негізі оқиға Түркменстанда болғандығына мен бірнеше дәлел келтіре аламын. Мысалы, әңгіменде түркмен жері сөзі көп қолданылған болатын. Онымен қатар онда Сырдария, Әмудария және Қызылқұм сияқты географиялық нысандар кездескен. Негізі, сол нысандар Қазақстан мен Өзбекстан шекарасында болғанмен, Түркменстанға да жақын болып табылады. Ал енді менің сізге әңгіменің бір қызықты жері туралы айтқым келіп тұр. Кенжебек Түркмен жерінен қашар алдында Қоштазарда Тасқұл шал Кенжебекке: «Мені көрдің деп, ешкімге айтушы болма. Мен бір желге ұшқан қанбақ, солған тамырмын. Өлсем обал жоқ, өлсем Балқан тауда сүйегім қалады» деп айтқан екен. Мен бұл сөйлемді түсінбедім, өйткені Тасқұл шал өзінің сүйегі Балқан тауда жерленетінін айтқан. Бірақ Балқан дегеніміз Шығыс Еуропада орналасқан тау жүйесі ғой. Геомат қой. Мүмкін Түркменстанда Балқан деген тау бар шығар, просто мен сол туралы естіген жоқпын. Ал енді жауабымызды орысшаға аударайын. Событие происходило в Туркменистане, но если этот ответ не удовлетворит вашу училку, тогда скажите, что событие происходило в деревне Атажанбая. Знаете, я даже могу перечислить несколько доказательств тому, что это было в Туркменистане. Помимо того, что в рассказе вы можете встретить слово «земля туркменов», очень много раз также там есть имена географических объектов, таких как Сырдария, Амудария и Қызылқұм. Я знаю, хоть эти объекты расположены ближе к границе Казахстана и Узбекистана, все же они также находятся близко к Туркменистану. Также я хотел отметить одно очень интересное место в рассказе про географическое расположение событий рассказа. Прежде чем убежать от Туркменистана, когда Кенжебек прощался со стариком Тасқұлом, Тасқұл сказал Кенжебеку, чтобы он никому про него не говорил. Типа он как перекати поле или как вялый корень. Ну, если он умрет, это будет не совсем важно. Но если он умрет, его тело будет похоронено у Балканских гор. Вот тут-то я не совсем понял, потому что Балканские горы, как вы знаете, это целая горная система, расположена в Восточной Европе. А как это связано с нашим стариком Тасқұлом, который находится в рабстве в Туркменистане, непонятно. Но разве что в Туркменистане нету горы со схожим названием. Ну, на этом все. Я передаю слово казахскоязычному Тамеру. Ал енді достар, негізі осымен болды, бірақ сіздермен қоштасар алдында мен сіздерге шашты әңгімесінің лансалдауының видеосын қарағандарыңыз үшін үлкен алғыс білдіремін. Сіз білесіз бе, сол видео біздің каналымыздағы просмотр санынан ең үздік видео болып табылады. Бүгін 5 қыркүйек 2021 жыл, және мен қазір бұл видео түсіргенде сол лансалдауының просмотр саны 24.896, яғни 25 мыңға небәрі 104 просмотр ғана қалды. Ну, мен сіздерге сенемін. Сол видеоның сілтемесі міндетті түрде видеоның астында немесе бұл жерде тұрады. Егер сұрақтарыңыз бар болса, қымсынбай қойыңдар. Егер мен уақытым болса, мен әрине жауап беруге тырысамын. Сіздерге рахмет, сау болыңыз.